Ассалаумағалейкум, менің каналымның оқырмандары. Біз әдетте WhatsApp топтарында осындай төте жазуларды көреміз, яғни арабша жазуларды. Бұны көбінесе осы Қазақстанда туып өскен жергілікті ағайындарымыз түсінбейді бұл жазуды. Енді WhatsApp группаларында ол кісілер де отырады, біз де отырамыз деген сияқты. Енді бізде отқанымыз енді әрине шеттен келген этникалық қазақтар, соның ішінде Қытайдан келген қазақтар осы Ахмет Байтұрсыновтың төте жазуын қолданады. Бұл жазу өте ықшам, өте оңай, үйреніп алсақ та оңай, бірақ енді үйреніп алу енді сіздерге біраз уақыт жоғалтуы мүмкін, қиындықтар тудыруы мүмкін. Енді бұны түсінбей жатсаңыздар оқасы жоқ, бұны оп-оңай өзіміздің осы Қазақстан жазуының кириллица жазуына өзгертуге болатын тетіктер бар, латынға да өзгертуге болады. Міне мына сөзді түсінбейміз мысалға, төбесін басамыз, көшіреміз. Дәл енді осы топқа мына жерге жазып жіберейік біз. Конверттер дегендегі Conan Kizit деген сайт бар бізде. Conan Kizit деп жазамыз, осы топқа жібердік. Төбесін басамыз, сайтқа кіреміз. Сайт ашылды, міне қазақ жазуларын сәйкестендіру схемасы дейді. Мына жердің бәрін өшіріп тастаймыз мынаны. Мына жерге жаңа көшіріп алған сөзімізді тастаймыз. Енді бұны мына кирилл төте деген үстіне санағанда сол жағында екінші тетікті басамыз. Жоқ, қата айтып тұрмын. Сол жағынан бастағанда, оң жағынан бастағанда екінші тетікті басамыз. Міне кириллицаға өзгертіп берді. Енді көшіру дей салайық. Енді жаңа топқа жіберейік, жаңа кісінің жолдаған өзіне міне. Бедекті мына жерге тастап қояйық. Осылай кириллица жасауға болады. Сөмка үш паспорт тауып алдық. Әлиман Есболатқызы, Қуаныш Есболатқызы. Бұда енді біраз 1%, 0,1% қателік тіркетуі мүмкін. Бірақ оған мән бермей ақ қояйық. Бастысы не жазып тұрғанын түсінуге болады. Өте оңай. Енді кезекте төте жазуда ақпар таратып жүрген кісілерге ренжімей ақ қойыңыздар. Өстіп осы сайтты ашып қана төте жазуды кириллицаға өзгертіп алсаңыздар болды.